Сәлем достар, бүгін біз дәмді, жұп-жұқа, кружевной құймақтар дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ол үшін 500 грамм сүтке 1 жұмыртқа қосамыз. 2 ас қасық қант қосамыз. 80 грамм сұйық май және шым-шым тұз қосамыз. Араластырамыз. 1 шай қасық разрыхлитель қосылған 300 грамм ұнды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ішінде түйіршіктері қалмау керек. Видеода көрсетілгендей қою қамыр болады. Енді қамырымызға 200 грамм ыстық қайнап тұрған су қосамыз. Араластырамыз. Видеода көрсетілгендей сұйық қамыр болады. Енді құймақтарымызды пісіретін табамызды жақсылап қыздырамыз. Құймақ қамырын құйып, видеода көрсетілгендей құймақтарымызды пісіріп аламыз. Осылай барлық құймақтарды пісіреміз. Біздің құймақтар дайын, өте дәмді, қаймақпенен, тосаппенен ұсынамыз. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес беремін. Балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайды. Менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.